сетевой бизнесте мықты болу үшін бізде қандай қасиет болу керек, жалпы бұл неден басталады, сол туралы айтқым келіп отыр. Өйткені енді жаман жақсы, азды көпті жалпы осы желілік бизнес барысында прям бір енді осының оқуын оқып, бір университетті бітірмесек те, бірақ жүріп өткен жолда қандай да бір тәжірибеміз бар, Аллаға шүкір, сол біраз нәрсе есіме түсіп, менің де барынша сіздер үшін пайдалы болсам деп бір қарапайым тілде жалпы неден басталады осы дүниелер, біздің бойымызда қандай қасиеттер болу керек, жалпы лидерлік, мықтылық болу үшін бойымызда қандай, кім болуымыз керек, былай айтқанда, мен осы туралы сөз қозғағым келіп отыр бүгін. Олай болса, бісміллә деп бастайық. Қолдарыңызда ручкаларыңыз, блокноттарыңыз болсын, мен үнемі айтам, жалпы біз бизнесқа келгеннен кейін бізде жазумен, ручкамен дос болуымыз керек, қағазбен дос болуымыз керек, өйткені самый тупой карандаш острее любой памяти деген керемет сөз бар, тем более қазіргі заманда біздің мынау енді ақпарат заманы ғой, ондай өте көпті мидың басымыз қайнап жатады, біресе мынандай ақпарат келеді, біресе мынандай ақпарат келеді, вроде бы бәрін біліп тұрған сияқты болып тұрамыз осы отырғанда, мен бәрін оқып алып жатырмын, ойыма түйіп алып жатырмын деп ойлаймыз, бірақ на самом деле көп нәрсе миымыздан шығып кете береді, сол себепті де жалпы басымыз негізі қайнамау керек. Біз басымыздағы қандай да бір ақпараттың бөлігін үнемі блокнотқа, керек жерлерге сызып, жазып алып отыруымыз керек, өйткені жаңа ақпарат келген кезде, егер басымыздағы миымыз қайнап тұрса, күйбең тіршілік, басқа да дүниелер бар, бұл желілік бизнестен де басқа, біздің басымыз қайнап тұрса, біз оған ештеңе жаңадан нәрсе, бір таза бір нәрсе құя алмаймыз, Мен мысалға мынау кружка, почти что мен ішінде мөлдіреп су толыңқырап тұр, біздің басымызда осы сияқты миымызда. Қазір егер осы толғанның үстіне апарып мен сіздерге бірдеңе құйсам, мынау шетінен төгіліп далаға қалады, былай айтқанда, мен сіздеріне айтады ғой, пусть у вас будет чистый сосуд деп. Сондықтан әрбір алған кезде ақпаратты, керекті дүниелердің барлығын жаңа немізге, қойын дәптерімізге, қазақша айтқанда, түртіп алып отыруымыз керек. Және біздің қолымызда міндетті түрде, мен үнемі айтам, әр түрлі паста болу керек, өйткені жазғанның өзі де қазір бір сарынды, бір сиямен кететін болса, оның өзі андай ең керекті нәрсе, ең керекті нәрсені іздеген кезде керекті нәрсені таба алмаймыз. Бізде міндетті түрде жаңағындай былай нелеріңізде нетіп тұрса, блокноттарыңызда, қызылға қараймыз, яғни мынау ең негізгі нәрсе, самый главный ой осы жерде жатыр дегендей, сондықтан да міндетті түрде жазып сызуда да осындай бір мұқияттылық болса, вообще керемет болады. Енді жалпы осының барлығы неден басталады? Осы мынау сетевойға келгенде біздің ең бірінші, әрине ол біздің қалауымыздан басталады, біздің желаниямыздан басталады. Баяғыда мен осыдан 21-22 жыл бұрын алғаш осы сетевойға келген кезде, әрине мен андай бір түсінікпен, мен сетевойға келуім керек екен деп келген жоқпын. Наверное, көбіңізде де сондай болған шығар, Мен просто тупо енді белгілі бір жағдайлармен сол жерде отырып қалдым. Айтады ғой, случайности не случайно, оказывается, даже вообще не случайно менің жағдайымда, потому что 21 жыл осы салада жүру деген енді ол кәдімгідей үлкен срок, Сонда жаңағы жерде түсінгенім, шынымды айтсам, презентацияда дым ұққан жоқпын мен, өз басым. Какой-то цифралар күшті, енді цифралар керемет, ана цифралар жазғанда ол кездегі менің айлығым қайда жатыр, ана презентациядағы берген цифралар қайда жатыр, вообще екеуі екі бөлек қой. Бірақ мен сол жерден бір ғана нәрсені түсініп кеттім де, что сетевойда адам өмірін өзгерте алады деген нәрсені түсіндім. Что мен обязательно, егер мен өмірімнің деңгейін өзгерткім келсе, мен осы желілік бизнесте болуым керек екен деген бір мысль пайда болды менде. Көрдіңіздер ма? Ол деген өте керемет нәрсе. Адамның мына ойының өзгеруі деген керемет нәрсе ғой. Біз айтамыз ғой, біз адамды өзгерте алмаймыз.
ешбір адамды өзгерте алмаймыз. Өзімізді өзіміз өзгертіп алсақ бұл деген бір керемет, иә. Бірақ біз адамның ойын өзгерте аламыз ғой негізі. Біз сондай мамандармыз, осы қазір барлықтарымыз осы жерде отырған барлығымыз адамдардың ойын өзгерте аламыз. Ал ол деген өте керемет нәрсе. Ойы өзгерген адам, ол бұрынғыдай өмір сүргісі келмейді. Ол бір нәрсені өзгерткісі келіп тұрады, иә. Сондықтан жаңағы жерде менде үлкен бір желание пайда болды, бірақ ол желание мысалға сіздерде де пайда болды, ең басында. Бірақ барлығымыз түсінеміз, что желание это, конечно, ол деген аз нәрсе, иә, ол деген болды осымен бітті деген нәрсе жоқ қой. Желание деген ол қатты қалау, бір жаңағы бір бензин сияқты да бізге бір беретін. Ол бір хочу деген сөзді, я хочу, мен сондай болғым келеді, я хочу, мен анда барғым келеді, мен сөйткім келеді, бүйткім келеді деген нәрсенің бәрі хочу, бірақ одного хочу, это всегда мало, да? Сондықтан біз не істеуіміз керек? Бұның барлығын кәдімгідей мақсат ретінде жазуымыз керек. Негізі бар ғой, осы сөз үнемі кез келген коучта да, кез келген психологта да қазір, иә, даже ол діни тұрғыдағы рухани коуч болсын, жаңағы осы сетевойдағы бір бағыт бағдар беруші коуч болсын, барлық осы нәрсені айтады, негізі мақсатты жаз деп, иә. Бірақ осыны жазбайтын адамдар өте көп. Иә, как будто білесің, күнде бір нетеді, бір положенный бір ақпарат сияқты басыңа келеді, бірақ на самом деле көп адам жазбайды. Негізі мақсатты айына бір рет міндетті түрде жазып отыруымыз керек. Мен сіздерге мына нәрсені көрсеткім келеді. Мынау менің жұлымы шыққан дәптерім. Міне даже уже мына жердегі даже сиялардың өзі бітіп жатыр да, жазылғанның барлығы уже кетіңкіреп жатыр. Мынау 2005 жылғы менің жазбам жаңағы неге барғандағы, иә. Енді сетевой бизнестегі мен қарап отырсаңыздар, жаңағы айтқаным бәрі күшті. Мынаған любой уақытта қайталасың, любой уақытта көз жүгірте аласың. Қызыл, жасыл, сары. Қызылмен мысалға не тұр бұл жерде? Мүлдем істеуге болмайтын нәрселер тұр. Уже көрдіңіз ба? Жасыл деген это всегда ақшаға қатысты нәрселер. Ақша келу үшін, сетевой бизнесте жетістікке жету үшін, қандай да бір бизнес осы саладағы мықты адамдардың, мықты жаңағы мотиваторлардың айтқан сөздері мысалға, иә. Оранжевый мысалға то, что опасно деген сияқты, иә. Өте күшті бір не нәрсе, сіздерге де айтарым, или қолдарыңызда жаңағы айтқанымдай әртүрлі түсті паста болу керек, я болмаса жаңағы мынау не дейді, мынау фломастер дейміз бе, сондай болу керек, иә. Мына жерде қарасаңыздар, дәптердің қақ ортасына міне әрең көрінеді, мен мақсатымды жазған екем. Сол 2005 жылы. Қазір қарап отыр, кеше осыны өзім тауып алдым, иә. Сонда жаңа қарап отырсам, мақсаттарым енді бар ғой. В общем, ана желанием қатты болған болу керек, қалауым қатты болған болу керек, что былай қарасаңыз, на тот момент 2005 жылы мен вообще былай айтқанда үш ұйықтасаң түсіңе көрмейді, мынандай нәрселер. Бірақ енді қатты бір немен жазғам көрінеді, үлкен мотивацияның күшімен, иә. Осы жерде тіпті жазғанымда мен жай ғана бір нелерді емес, мен үнді мұхитын жазғам, үнді мұхитына барам, жаңағы Атлант мұхитына барам, Тынық мұхитқа барам, білмеймін, мұхиттарда жүрмін әйтеуір, иә. Дубай, Китай, Америка мысалға, вилла за границей, несколько машин деп жазам, имею свою дачу, свою яхту деп жазғам. Енді қарасаң, кеше күліп, қарқылдап күлдім, шыны керек осының барлығына. Мына жерде 100-ге тарта не тұр, мақсат тұр да. Бірақ мен сіздерге айтайын, иә, былай қарасаң күлкілі болғанмен, осының көбі орындалған ғой. Және осының көбі, именно көп емес, даже, наверное, бәрі де, иә, желілік бизнес саласында орындалған екен. Жаңа күліп отырған үнді мұхитында көрдім мен, Атлант мұхитында көрдім, Сиамский заливтерді көрдім, кезінде географиядан оқыған, иә. Канарский острова деп жазыппын, Канарский острова болмаса да, басқандай островтарда жаңағы енді қиялданып жазған барлығын біразы орындалды. Енді орындалмағаны да бар, бірақ айтайын дегенім, негізі осы нәрсеге жай бей жай қарамаңыздар.
міндетті түрде сіздер де осыны жазыңыздар. Жазған нәрсе орындалады. Сіздерге бүгін тапсырма. Егер көптен бері жазбай жүрген болсаңыздар, енді негізі жазып жүргенде қатарымызда адамдар бар, бірақ міндетті түрде бүгін отырып 50 мақсат жазыңыздар. Жалпы осы өміріңізде, өміріңіздің қандай да бір деңгейін жаңағыдай көтеру үшін. Енді лидер, біз енді бұл жерде әрине желілік бизнесқа келгеннен кейін біз команда жасауымыз керек. Біз барлығымыз білеміз, 1000 жерден сен қанша мықты лидер болсаң да, один в поле не воин дейді. Мысалға мынандай ғой, жаңа мықты, енді ең мықты футболшыны бір жаққа қойып, 6 түк жаңағыдай футболдан енді доп тебе алатын, бірақ ешқандай да жаңағы неден жаңағы футболдан мықтылығы жоқ 6 адамды жаңағы бір ғана адамға қарсы қойсаңыз, 6 адам бәрібір жеңіп кетеді. Не деген сөз? Командалық ойын ол мүлдем басқа нәрсе. Біздің сетевойда да біз қанша жерден мықты болсақ та, қанша жерден лидер болсақ та, қанша жыл осы сет саласына тәжірибеміз болса да, біздің күшіміз тек қана командада. Біз команданы түзуіміз керек. Енді команданы түзу үшін әрине біз өзіміз соған лайықты, мықты жаңағы не болуымыз керек, лидер болуымыз керек қой. Сіздер мынандай бір үшбұрыш жазыңыздар да, осылай үшбұрыш жасап, кәдімгі үшбұрышты білесіздер ғой, үшбұрышты жасап, треугольник успешного лидера деп жазып қойыңыздар. Бұл үшбұрыш неден тұрады екен? Успешный, яғни біріншіден сіз успешный мотиватор болуыңыз керек, екіншіден сіз тренер болуыңыз керек, үшіншіден сіз менеджер болуыңыз керек. Міне осы үшеуін жазып қойыңыздар: мотиватор, тренер, менеджер деп. Бұл жерде мотиватор болу деген не? Мысалы қараңыздаршы, біз спонсормыз, біз барлығымыз қандай да бір адамдарға спонсормыз. Мен үнемі айтамын, даже бір адам шақырдыңыз ба бизнеске, сіз сол адамға спонсорсыз. Енді спонсор деген кім? Келген адам когда-то өзіміз сияқты, сенімсіздікпен келеді көбінде. Міне мықты мотиватор, спонсор, жаңағы лидер, ол адамдарға на тот момент даже өзінен де үлкен сеніммен қарау керек. Жаңағы кейде айтып жатады ғой өзіміздің партнерларымызда, кезінде менің спонсорым маған өзіме сенгеннен де артық сенген адам деген сөзді айтып жатады. Естисіздер осындайды. Сондықтан мықты мотиватор ол міндетті түрде алдына келген адамға сену керек. Әрбір адамнан өзінің мықты болашақ партнерін көру керек. Нағыз мықты, яғни не деген сөз? Сенің қолыңнан келеді, сен жасай аласың, мен саған сенемін деп ол адамдарға не істеу керек? Қандай да бір күш беру керек. Одан кейін енді біздің арамызда да, мысалы мен өзіме байланысты айтсам болады, сіздердің араларыңызда да болған болар. Мысалы алдыңғы жаңағы кішкене бір алдыңғы бір компанияларда неудачный опыт дейміз ғой, бізде ол да болатын нәрсе, ол да бір қалыпты жағдай. Осындай кезде команданың жаңағы бір несі сынған кезде дейікші, мотивациясы сынған кезде, өзіне деген күші неткен кезде, бір жаңағындай бір сөзбен айтқанда бір команда құлаған кезде дейікші, сол кезде де жаңағы сенің қолыңнан келеді деп команданы көтере білу. Ал енді ондай жағдайда біз не істейміз? Әрине, нағыз мықты мотиватор ол қашанда өзінің нәтижесін көрсететін адам. Сіздер міндетті түрде өз нәтижеңізді жаңағыда көрсете алуыңыз керек. Одан кейін осындай жағдайда жаңағы команданың есіне сала білу. Сен кезінде не үшін бастаған едің? Мысалға, тура менің жағдайымда осындай нәрселер болды. Алдыңғы компанияда бізде де сондай бір енді өмір болғаннан кейін сондай бір жағдайлар болып, өз-өзіне деген сенімсіздігі жаңағы даже самооценкалар сондай төмендеп түскен кезде жаңағы ол адамға сен не үшін бастап едің? Сен сол бастағанды ұмытпа дегендей дух бере алу. Мысалға мотиватор, спонсордың несі. Негізі
мынандай ғой, қазір әр қайсымыз әртүрлі жастамыз, иә, біріміз 39-дамыз, біріміз 45-теміз, біріміз может 52-деміз дегендей, иә. Бірақ мынандай нәрсе бір күшті, бір мысалға, егер сіз өзіңіз қалаған өмір деңгейіне осы уақытқа дейін жете алмасаңыз, иә, мысалға 39-дасыз дейік, иә, енді Аллах тағала сондай бір жас бергенде, сізге сондай бір 39 берген кезде сіз тағыда нені өзгерте аласыз дегенде, иә, яғни адамдарға дұрыс мотивация бере білу деген, ол адам на тот момент жаңағы үкіметтің жұмысында жүруі мүмкін, қандай да бір басқа іспен айналысып жүруі мүмкін. Сетевойға келгенде бұны бір жай ғана қосымша табыс ретінде деп жұмыс жасап жүруі мүмкін, иә. Міне осы кезде де адамға жақсы мотивация бере білу, яғни адамның ойына ой салу, иә. Сен 39-ға дейін, мысалға, жадыра, сен өзіңнің қалаған өміріңе жете алдың ба? Ал тағы 39-да сен нені өзгерте аласың? Дегенде, мысалға, егер де ештеңені өзгертпесең, бұрынғы барыңмен жүре берсең, бір нәрсе өзгере ма? Әлбетте негізі өзгермейді, оны барлығымыз да біліп отырмыз. Демек, біз қалаған өміріміздің деңгейін жақсарту мақсатында біз барлығымыз бәрібір не істеуіміз керек? Жаңағындай осы бір желілік бизнес саласында дами алатынымызды біз адамдарға көрсете алуымыз керек, иә? Одан кейін жаңағы треугольниктің екінші бір несі, тренер, яғни успешный тренер болу керек. Яғни ол не деген сөз? Бір ғана мотивацияны беру, әрине ол деген алғашқы бір адамның бір қандай да бір іс бастауда, жұмыс бастауда ол бір топливо сияқты болғанымен, бұнымен іс бітпейді. Сіздер жақсы білесіздер, біз адамдарға мықты тренер болуымыз керек, өйткені біз не істеуіміз керек? Адамға үйретуіміз керек. Біздің жұмысымыз сол, яғни ол нені үйрету? Презентация жасауды үйрету. Жалпы жаңағы тіпті құдды бір алғаш командамызға келген адамдарды сайтпен жұмыс жасауды үйрету, кабинетке қалай кіреді, қалай заказ жасайды, қалай жаңа адамды тіркейді деген сияқты, міне осындай бүкіл жұмыстардың барлығын үйрету. Міне осы жұмыстан бастап ары қарай біз оларды неге үйретеміз? Мысалы, қараңыздаршы, бізде қазір міне осы жерде қанша адам отырмыз, қанша адам осы сабақтарға отыра аламыз, бұл да біздің тренерлігімізге сын деп айтар едім, яғни жүйеге үйрету ары қарай. Жүйе дегеніңіз не? Міне осы таңғы жаттығулар, кешкі біздің жаңағы мықтыларымыз өтетін, біздің дәрігерлеріміз өтетін әртүрлі вебинарлар, Одан кейін чаттағы, жаңағы инфочаттардың уақытылы жүзеге асуы, сондай-ақ тағы да қандай обучение жүргізе аласыз, міне сол бүкіл обучениелерге командамызды үйрету, командамызды қатыстыру, Енді әрине жаңағы айтып жатырмыз, мотивация адамды бастатады, ал тренерлік ол нәтиже шығару үшін тағы бір өзінің жаңа қызметін атқарады, Енді үшінші составляющий бізде ол сіз менеджер болуыңыз керек, Менеджер деген кім? Менеджер деген ол бір сөзбен айтқанда ұйымдастырушы. Яғни, міне ұйымдастырушы деген жаңағы сөзіме де келеді, яғни дұрыс команда өсу үшін дұрыс жүйеге үйрету. Чаттағы бүкіл жүйені үйрету. Енді чаттағы деп жатқан, өйткені біз белгілі бір жерде тұрғанымызбен, мысалға мен Алматы қаласында, біріңіз Астанада, біріңіз Ақтөбеде деген сияқты, әрқайсымыз әр жерде болғаннан кейін, біз енді осы қазір онлайнның құдіретін қолданып, әртүрлі жағдайда біз онлайнда жұмыс жасай береміз, яғни онлайнда, офлайнда жұмыстарды жүргіземіз. Міне онлайнда да, офлайнда да жүргізе алатын сол жұмыстарды ұйымдастыратын адам, сіздер сондай болуларыңыз керек. Ол бір ғана спонсорыңызға қара қойып, басыңызды изек қойып, жаңа бірде барып, бірде бармай, қалай болса солай отношение жасаған дұрыс емес, яғни өзіміз мықты лидер боламыз, жаңа командамызға көшбасшы боламыз десек, біз өзіміз сол менеджерге, яғни ұйымдастырушыға айналуымыз керек, яғни дисциплинамен жұмыс жүргіздіре алатын адамға айналуымыз керек, яғни мотиватор ол жаңағы адамды жандандырса, тренер адамды
дамытатын болса, а менеджер болса, ол мықты менеджер болсаңыз, сіз демек бүкіл команданы тіпті бір жүйеде, бір қалыпта ұстап тұра алатындай адамсыз деген сөз. Яғни осы бір үш қасиет сіздің бойыңыздан табылатын болса, демек сіз нағыз мықты көшбасшысыз деген сөз. Иә? Одан кейін, әрине, кез келген жаңағы успешный лидер, иә, ол да аспаннан салбырап түскен жоқ қой. Кейбір адамдар болады ғой, қазақтар мынандай сөз бар ғой, бір әйел адам былай депті ғой, келінім өзі келгендей, ұлым өзі болғандай депті де, жаңа таңғалған ғой енді, как будто я тут ни при чем. Келінім өзі барлығын біліп келгендей, ұлым өзі бір күнде адам бола салғандай деп енді ренжіген ғой жаңағы кісініңші. Сол айтпақшы, ешбір адам, жаңағы успешный лидер, ол да просто көктен салбырап түскен жоқ. Хотя кейбір адамдар болады, жаңағы өзімді өзім жасағам, өзім сөйткем, өзім биткем, адамдар тут ни при чем деген сияқты жаңағындай бір не көрсетеді ғой жаңағы бизнесқа келгенде де, иә. Бірақ кез келген адамның басында міндетті түрде наставнигі болады, иә, яғни спонсоры болады. Успешный адамда да ол болады міндетті түрде, иә. Біздің жаңағы спонсорымыз болу керек, және біз спонсорымызды тыңдауымыз керек, спонсорымыздың айтқан дүниелерін ести алуымыз керек, спонсорымызды қайталау, яғни дубликация, осы дубликация деп, ол да бір өзінше бір көп еститін шығарсыздар, иә. Оны да бірақ жасауға тырысып жатқан адам негізі шамалы. Сондықтан да негізі көп адамда нәтиже болмайды. Одан кейін ең керемет нәрсе наставникті құрметтеу. Мен үнемі айтам, жақсы көру, жаңағы бір нету деген міндетті емес, иә, бірақ біз сыйлауға міндеттіміз, иә. Әрине, ол не деген сөз? Спонсорын тыңдай алатын адам, оны ести алатын адам, ол жалпы осы бір система бойынша дұрыс команда түзіп келе жатқан адам деген сөз. Өзін ертеңгі күні дұрыс жаңағы командасы бойынша да дұрыс дубликация кетеді деген сөз. Дубликация деген ол тек қана бір оның әрекетін ғана емес, бүкіл осы жұмыс барысында жасап жатқан барлық жаңағы сол спонсорын тыңдау, сыйлау дегеннен бастап, бүкіл оның жасап жатқан әрекетіне дейін қайталауды біз дублицировать деген сөз деп айтамыз, иә. Яғни, мысалға, осы жерде мынандай нәрсені айтсам, иә, сіздерге дубликация жайлы. Жалпы сетевой бизнеста адам төрт жақты мықты болу керек. Мұны да сіздер обязательно жазып алыңыздар. Төрт жақты мықты болу керек. Біз қазіргі таңда біз қай жағынан мықты болуымыз керек? Іс-әрекетке байланысты айтайын, иә. Біріншіден, список жағынан мықты болуымыз керек. Яғни список дегеніңіз бұрыннан бар нәрсе ғой, білесіздер, список знакомых дейміз, яғни адамның өзінің ортасында әсер ете алатын адамдарыңыз ғой, яғни сіздердің танитын адамдарыңыз, бірінші список жағынан, яғни өзіміз әсер ете алатын ортаға, жазып алыңыздар. Екінші, рекомендация берген адамдарға хабарласа алуымыз, звондай алуымыз, міне осы жағынан да біз мықты болуымыз керек. Қазір бұл туралы жеке-жеке тоқталып өтемін. Үшінші, холодный контактпен жұмыс жасауда біз мықты болуымыз керек. Бұл жерде көбінде қорқыныш бар, как будто адамдар тістеп алатындай. Біз танымайтын адамдарға жоламаймыз ғой. И төртіншісі, әрине, интернет арқылы жұмыс жасай алуымыз керек. Біз осы жағынан мықты болуымыз керек. Яғни, список деген не, құрметті команда? Әрине, жаңағы адам өте көп болса күшті ғой, бірақ тіпті қазіргі таңда енді әрбір нәрсе өзгереді. Баяғыда біз енді оны қазірде қолдана берсеңіздер болады, ол это классика жанры, оны прям ескіріп кеткен түгі де жоқ негізі, 1000 адам, 500 адам деп, бірақ ғана миға ауыр ғой негізі, 1000 адамның өзі кәдімгідей ауыр, 500 адамның өзі де кәдімгідей ауыр, бірақ біз жаңағы той жасағанда, білесіздер, 500 адамға да жеткізіп жатқан, 600 адамға да, 1000-ға да жеткізіп жатқан адамдар бар ғой, негізі, любой жерде список жасайсыз, просто так жаңағы
даже мысалға мынандай біреуіңіз 50-ге толдыңыз, 60-қа толдыңыз, иә болмаса балаларыңыз үйленіп жатыр дейді. Списоксыз той жасаған адам көрдіңіздер ма? Списоксыз той жасалмайды. Дұрыс қой, иә? Әрине список болады. Бұл жерде де сіздер списоктан мықты болуларыңыз керек. Сіздерге мынандай не берем, задание берем. Одан кейін, вот прям естіп алыңыздаршы, бүгінгі отырған мықтыларда. Егер ертең осы заданиені орындаған адам қайтадан осы жерге кіріп, мен осыны жасадым деп айтсаңыздар, менен лично сіздерге сыйлық болады. Не жасаймыз? Мынандай жасаймыз. Бірінші, былай графа сызып алыңыздар. Қазір примерно 5-ке бөліңіздер, 6-ға бөліңіздер. Тігінен графа сызып 5-6-ға бөліңіздер. Ең басына бүйтіп жазып қойыңыздар. Біреу үшін, прям қызыл сиямен жазып қойыңыздар. Біреу үшін шешім қабылдамаймын деп жазып қойыңыздар. Иә? Жазып жатқандарыңыз бар ма? Жазып жатқандарыңыз бар шығар деп мен енді өзім сөйтіп надеюсь. Иә? Біріншіге, бұған список қоямыз қазір мықтылар. Біріншіге туыс деп жазыңыздар. Туыс. Екіншіге достар деп жазыңыздар. Мен жазамай отырмын. Неге жазамай отырсыз, Гүлнара ханым? Жазыңыздар, жазбасаңыздар болмайды. Зато ертең сыйлық ала алмай қаласыз сонда. Туыс деп жазасыз. Екінші графаға достар деп жазыңыздар. Үшінші графаға көрші деп жазыңыздар. Төртінші графаға коллектив деп жазыңыздар. Бесінші графаға енді кім класстастармен мықты араласады, класстас деп жаза берсеңіздер де болады. Білмеймін, кім группаласымен қазір күшті араласады, группалас деп жаза беріңіздер. Таныс деп жаза беріңіздер. Вот у кого қанша шықты, енді өздеріңіз көбірек шықса тегі жақсы. Енді осы жерге, оны қазір жаздыртып отырмай-ақ қойын, бірақ бір жеріңізге түртіп алыңыздар. Туыстан 15 туысты жазасыздар. Ең жақын деген. Қайын жұрт жағыңыздан, ана жағыңыздан, мына жағыңыздан нағашыңыз бар, ең күшті араласам деген 15 туысыңызды жазасыз. 15 қана. Достардан бір 10 жазыңыз. Көршіден бір 10 жазыңыз. Күшті аралассаңыз тегі 15 жаза беріңіз. Коллективтен бір 10 жазыңыз. Кімнің коллективі жоқ, группалас жаза беріңіздер, таныс жаза беріңіздер. Әйтеу максимально осы графаларды шығарыңыздар. Содан кейін осы 15-тің ішінен енді ең астына 3, осы 15 туыстың ішінде де ең қатты сөзім өтеді деген үшеуін жазыңыздар. Достың ішінен де ең мощно осы мен настоящий подругаларым деген үшеуін жазыңыздар. Көршіңізден де ең жақын араласатын көрсіңіз жазыңыздар, я болмаса екеу жазыңыздар, примерно осыны жасасаңыздар, сіздерге айтайын, сіздерде 12-13 адам шығады, ең аяғында. 12-13 адам шығады. Яғни бұл қандай адамдар? Бұл сіздің жаңағы любой уақытта, түннің іші болсын, таңертең ерте болсын, кез келген уақытта сіз звондай алатын, шақыра алатын, сөзіңіз өтетін адамдар. 5 балдық па? Түсінбедім, 5 балдық па деген не, Ләззат ханым? Осы адамдарыңыз, яғни бүгін сіздерге задание. Осы 15 адамға хабарласасыздар. Прям задание сіздерге. Мен сіздерге сыйлық берем ертең. Кім жасайды, хабарласасыздар. Негізі бұны мен бар ғой, жайдан жай айтып отырған жоқпын. Сөзім өтетін адам. Бесеу болса тегі жақсы, Ләззат ханым. Өзіңіз қарайсыз ғой. Мен енді сіздерді ешқандай андай қиналтпай, нагрузка жасамай, бір жеңіл жолын айтып жатырмын ғой қазір сіздерге ше. Сосын кейін, неге бұны бұлай айтып жатырмын? Біздің ең бір неміз, минусымыз, сетке келсек болды біз ана. Почти что 80% адам бұлай дейді ғой. Ой, Асимай ханым, мен туыстарым айтпай-ақ қояйын, мен таныстарым айтпай-ақ қояйын. Олар тағы сөйлейді, или нетеді жаңағы. Ой, тағы бірдеңе бастадым. Ой, сен өшсіз аш, жарайды сен көрсіз бірдеңе. Қойшы соларға вечно сөйтіп солардан сөз естігенше, одан да мен танымайтын адамдармен жұмыс жасаймын, нетемін деп бастайды адамдар, Ол негізі өте үлкен қателік. Неге десеңіздер, именно менің случайымда 2021 жыл мынандай нәрсе болды, 20 жыл даже. Жолдасымның өте жақын туысы, двоюродный қарындасы дейікші,
екеуміз де бір компанияда істеп жүрген болып шығамыз ғой. Ол бірақ басқа командада. 21-ші жылы ма сондай болады әйтеуір примерно, да? Яғни, ол менің қателігімде негізі. В первую очередь менің қателігім. Неге? Может, оның да қателігі шығар. Біз бір-бірімізге айтпағанбыз ғой, бір компанияда істейтінімізді. Түсінесіздер ма? Енді ана жолдасымның қарындасы, жаңа мен қайынсіңлім ғой, маған дейді, мені өздерің аласыңдар ма? Сендердің командаларың күшті өсіп жатыр ғой. Сендердікіне барғым келеді. Мен айтамын, жоқ, уже болмайды, уже поздно. И мен сіздерге айтайын, осындай нәрсе өте көп болды. Біреудің көршісі, біреудің туған несі, жаңағы бір туғаны, жеңгесі, басқа жерлерден шыққан жағдайлар өте көп болды. Не деген сөз? Ең бірінші, осы ең жақын сізге 12-15 адам сіздің осы компанияда істейтініңізді білу керек. Тем более Пандора Витада істейтініңізді білу керек. Неге? Өйткені уже алдағы уақытта бізді бүкіл ел танып бастайды. Сондықтан ертеңгі күні басқа біреу айтқан кезде, өткенде кім айтты? Тоже біздің офиста отырған кезде айтады. Біреуге айтып нетсем, маған Пандора Вита ма, маған уже айтқан деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Вот, сондықтан мен сіздерге айтарым. Ертеңгі күні жаңағы, мысалға, Гүлнар ханым қазір ана ең жақын деген туысына айтып қояды. Жарайды, ол может бүгін жоқ деді, это нормально. Но ол адамның басында жүрді, что Гүлнар ханым Пандора Витаны айтқан. Обязательно Пандора деген атты айтыңыздар. Адамның миында жүру керек, өзі бір әдемі ат қой, ерекше, адам ойында қалатын. Сондықтан ол адамға кейін бір пысық айтады ғой, бір мықты, бір мощный лидер барып айтқан кезде, анан кәдімгідей жаңағы, мен айтамын ғой, біз адамды өзгерте алмаймыз, бірақ ойын өзгерте аламыз, ойына ой салған кезде, ол кісі сразу ойына келу керек. Гүлнар апайым менің апайым ғой, өткенде соны айтты ғой маған, қой мен танымайтын алып бір адамға барғанша, мен қой Гүлнар апайыма барайын деген сияқты, Сондықтан бұл адамдар біріншіден сіздердің осы жерде істейтіндеріңізді білу керек. Ана бір бұлтшы, бір қара бұлт, не тұрады да, егістікте шөл болып жатыр дейді. Сосын кейін ана бұлт ылғи барады екен де, егістікке жаумайды екен де, ары қарай барып өтіп, жаңағы көлдің үстіне барып жауады екен жаңағы бұлтшы. Сосын кейін барып ар жағында тұрған тауға барып мақтанады екен күнде. Мен жаңағы шөлге жаумадым, мен көлге жаудым деп айтады екен. Сөйтсе тау айтады дейді ғой, сен жындысың ба деп айтады екен. Сенде басың істемейді ма, неге сен керек жерге барып жаумайсың депші. Яғни ол не деген сөз? Біз керек адамдарға айтпаймыз ғой, біз ана көлге жауып жүрген бұлт сияқты, біз керек емес басқа жаққа бірінші кетіп қаламыз да. Вот бірінші біз қайда жауымыз керек екен? Біз шөлге жауымыз керек екен, жанымыздағы адамдарға осы бизнес жайлы айтуымыз керек екен. Енді егер 12-15 адамыңызға айтып, бүгін задача сіздерге, жаңағы бір адам тіркейтін болсаңыздар, ертең маған келіп айтып бөлісіңіздер, менен сіздерге сыйлық болады. Машина емес, конечно, но приятность полезна. Ол өзіңізге де жақсы, адам ниетіне байланысты да бәрі. Өзіңізге де жақсы, яғни хоть мен сізді қандай да бір әрекетке қарай нетсем, жаңағы мотивировать етсем, это уже полдела, Енді списокты түсіндік, өзімізге жаңағы жасап алдық, қалай жұмыстанатынымызды. Негізі осы нәрсені мен сіздерге айтайын. Мынандай жаңа мен сіздерге айттым ғой, дубликация дедім, дуплицировать. Яғни біз адамдарға айтып бастауымыз керек қой. Мына бір сөзді жазып алыңыздаршы. Мои деньги лежат на кончике моего языка. Жазып алыңыздар. Яғни мен айтады ғой, біз неге келтіріп жатамыз ғой, мысал келтіріп жатамыз ғой, магазинің ашық тұрсын, наш магазин это наш род деп жатамыз ғой, Мои деньги лежат на кончике моего языка. Аузыңызды ашып сөйлесеңіз, ақша бар, жаңағы оның ешқандай құдіретін түсінбесеңіз, онда сізде ақша жоқ, короче. Сондықтан міндетті түрде барып айтуымыз керек. Енді жаңағы дубликация деген жерде, қараңыздаршы, біз енді, конечно, бізді мына маркетинг бойынша, бізге кемі неше адам керек? Кім айтады, айтыңыздаршы? Вот прям мен сіздің мақсатыңыз директор дейік.
примерно, да, директор, может, стармастер, иә, жалпы сіздердікі легенда ғой, енді негізі білем, да, но хотя бы директор деп алатын болсақ, да, сізге тікелей неше адам тіркеу керек, маған айтыңыздаршы, вот кім жауап береді? Тез нелеріңізді ашып жауап бере салыңыздаршы, микрофондарыңыз. Бізге неше адам керек, құрметті мықтылар? Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Сима ханым, можно я? Айтыңыз, даусыңыз қаттырақ шығарыңыз бірақ. Ага, Асима ханым, я думаю, что можно на узбекском. Meni fikrim, 5 ta kuchli aktiv odam bilan ishlab, orqasidan men o'zim shunaqa plan qilganman, struktura tuzib o'zim uchun. Har bir 50 tadan odam olib kelsa, shu bilan mana 50 ta passiv odamdan kuchliroq bo'ladi-da, 5 ta kuchli aktiv odam direktor bo'lish uchun. Meni strukturamda, meni tushuncham shunaqa. Хорошо. Қалбинұр ханым, сізде примерно 5 адам деп жатырсыз, да? Түсінген. Сен даусыңыз просто алыстан шығып тұрды. И Гүлнар ханым тоже 5 деп жазыпты, иә? Негізі бізде мына маркетинг бойынша, білесіздер ғой, лидерде 500 балл жасауымыз керек, бірақ структурныға келгенде ол жерде ешқандай жасау керек не жоқ, иә? Но ары қарай өсу үшін мастерде бізде бір және бір деп тұр, иә? Яғни оң жағымда мен шақырған бір лидерім, тікелей шақырған сол жағымда мен шақырған бір лидерім болу керек деген сөз, иә? Ал енді ары қарай стар мастерде не деген сөз? Оң жағымда 2 тікелей шақырған адамым және сол жағымда 2 тікелей шақырған адам болу керек деген сөзде. Демек, ары қарай бізде директор деген ол оң жағымда лидер, сол жағымда лидер деген сөз. Ол жерде уже компрессия кетеді, иә, жақсы білсеңіздер. Яғни не обязательно прям мен шақырған адамдар, мен шақырған адамдардың адамдары да ол бізге саналады деген сөз, иә. Демек, осыған қарайтын болсақ, біз дұрыс команда құру үшін, демек маған оң жағыма 2 мықты, сол жағыма 2 мықты керек. Енді мықты деген сөзді жақсы көремін мен, бірақ просто 2 тікелей шақырған адамыңыз оң жақта, 2 тікелей шақырған адамыңыз сол жақта болу керек деген сөз ғой, иә. Енді если дубликация мен мықтылар осылай жұмыстанатын болса, жаңағы списогымыз бар, 12-15 адам, иә. Осы жерден 4 адамды табамыз, иә. 4 адамды шақырдық дейік, өзіміз. Енді ары қарай не істейміз? Сол 4 адамның 4 адаммен жұмыс жасауымыз керек қой. Қараңыздар, дубликациямен егер жұмыстанатын болсақ, 4 адамнан шақырғандай, сізде екінші линияда жаңағы 16 адам болады, е? Үшінші линияда тура солай 4 адаммен, әр адам 4 адаммен жұмыстандырсақ, үшінші линияңызда 64 адам болады. Төртінші линияңызда 256 адам болады. Бесінші линияңызда 1048 ба? 1048 адам болады, е? Қараңыздаршы, уже сіздің 5-ші линияңызда 1048 адам бар. Құрметті мықтылар. Негізі, біздің жұмысымыз өзі сол ғой, жаңа мен не дедім? Мои деньги лежат на кончике моего языка. иә. Демек, мен айтуым керек, мен осыны жасауым керек. Мен өзімнің 4 адамды табуым керек, иә. 4 адамды жақсылап тұрып, өзім жасаған нәрсеге дублицировать етіп үйретуім керек деген сөз, иә. Әр адамның, мына адамыңыздың өзінің 4 адамы бар. Оны да жаңағындай список знакомықты дұрыс құрып нетіп үйретесіздер, иә. Мынаның да өзінің 4 адамы бар, мынаның да өзінің 4 адамы бар, мынаның да өзінің 4 адамы бар. Осылайша біз егер жаңағы 5-ші глубинаға дейін мықтап тұрып жұмыс жасасақ, әр адамдарымызды ары қарай дублицировать етіп үйретсек, вообще біздің жаңа жұмысымызда керемет не болады, жаңағындай нәтиже болады. Енді келесі екінші жаңағы бұл жаңағы список жағынан дедім. Екіншіде бізде рекомендацияға берген адамға звондау, иә. Жалпы бұны енді бұл бар ғой, мынандай ғой мықтылар, иә. Осы жерде бір нәрсе айтайыншы. Рекомендация деген күні кешеде болды, бірақ почему-то этот звонок не состоялся, білмеймін, мен әлі причинасында сұрап үлгерген жоқпын, но мен уже примерно түсініп тұрмын қателік қай жерде екенін, иә. Рекомендация деген не мықтылар? Мысалға, сіз бір адаммен сөйлесіп жатсыз. Мысалы, Гүлнар апай Фарида ханыммен сөйлесіп жатыр дейді. Фарида ханым
жаңағы Фарида ханымның ортасын алуыңыз керек қой, Гүлнар апай, да. Сол кезде жаңағы рекомендация арқылы сізді қосу, оны тройной звонок деп айтсаңыз да болады, оны жаңағы может даже 4 адамның қосуымен звонок болуы мүмкін, я болмаса кәдімгі сол адамыңызды бір жерге шақырып сөйлесу деген сияқты, ол онлайнда офлайнда болуы мүмкін рекомендация. Просто мынандай қателікті біз көп жібереміз де, біз ана звондағалы тұрған спонсорымызды мақтамаймыз, біз всегда керісінше мақтаймыз. Біз біздің фокусымыз ана адамда тұр ғой, ана адамды бизнеске қосылуын қатты қалап тұрмыз да, біз бәрін кері жасаймыз. Мысалға мен айтам, бізде неше түрлі болды ондай жағдайлар. Жаңа маған айтады, Дастима ханым осылай, маған жаңағы инфо-чат, бір чат ашайын, бір 2-3 қыз қосылатын еді, соларға сабақ өтіп берсеңіз дейді де. Сосын кейін кейде жаңағы физически айтып үлгермейсің ғой қалай, оның да өзінің тәртібі бар ғой, қалай істеу керек екен. Жаңағы чатты ашып қояды да. Бір уақытта мен апарып бірінші қосып қояды жаңағы чатқашы. Сосын сағат 8-де өту керек болса, сағат 8-де жаңағы 3 адамды қосады да. Ана үшеуіне жаңағы, о, қош келдіңдер, бірдеңе де шірдеңе. Қазір жаңағы спонсорым сіздерге түсіндіріп береді дейді, өзі шығып кетеді, өзі Аллах бар жоқ әлгі жерде ше. И қалай ойлайсыздар, мені тыңдай ма? Мені ешкімде тыңдамайды. Потому что ешқандай промоушен жоқ, мен туралы ештеңе айтылған жоқ, да. Наоборот, жаңағы отношение керді де, мысалға, оны ана қосылғалы тұрған 3 адамды бір құдайдай қосып қойды да. Керісінше, жоқ, олай жасамауларыңыз керек, рекомендацияға берген адамға сөйлесу барысында негізі спонсор туралы көп промоушен берілу керек. Ол адам кім? Даже бүйтіп бізді баяғыда кәдімгідей үйретіп тастайтын. Біз айтатынбыз ғой, менің жаңа спонсорымның вообще уақыты жоқ. Ол вообще сондай занятой адам, оның командасы менен де басқа мынандай. Сондықтан мен әрең дегенде сағат 8-ге сенімен сөйлесуге ана кісіден рұқсат сұрап алдым. Сен енді нағылсаң да сол сағат 8-де қосыл деп жаңа адамдарға сөйтіп айтамыз ғой. Негізі солай айтылу керек, керісінше. Өйткені егер адамдарға акцент қойсаңыздар, адамдар тыңдамайды да. Сіздің отношениеңіз қалай, солай болады міндетті түрде. Сондықтан барынша біз дұрыс жаңағы отношение жасауымыз керек. Чатқа қосқанда да ең бірінші 3 адамыңызды қосып аласыз. Білмеймін, оғанға дейін спонсорыңызды мақтап, может ол спонсорыңыз тура ондай да емес шығар да, но енді ол жерде ниетіңіз сізді біреуге өтірік айту, біреуді алдап кіргізу емес қой. Сіздің тура ниетіңіз ана адамдар айту, бірдеңе ақпарат айту тыңдаса екен. Менен қарағанда айту, бұл спонсорым көп нәрсе біледі ғой, осы спонсорым әсер етсе екен дегенде, сосын біз айтамыз, сетевойда эффект жаңағы третьего лица деген бар да, өйткені бізді көп адам үнемі тыңдап жүргенде, мысалға сіздің өзіңізді, мысалы күнделікті жаңа Фарида ханымға күнделікті айтасыз, ол бір сізді баяғыдағы бір ауылдағы Гүлнар көршім деп біледі де, мысалы просто тупо мысал ретінде айтып жатырмын да, и ол сол миында Гүлнар көршісі қалып қалғанда, сондықтан ол адам сізді жаңағы серьез қабылдамауы мүмкін. Сол кезде біз не істейміз? Біз араға спонсорымызды көмекке шақырамыз, но біз оны как подобает жасауымыз керек те, жаңағы чатқа бірінші адамдарыңызды қосып алып, тура сағат 8 болған кезде, енді 8-ге 2 минут қалған кезде спонсорыңызды қосасыз да, құрметті осындай, жаңағы Гүлнар ханым, жаңағы чатымызға қош келдіңіз. Уақыт тауып, бүгін осындай жаңағы инфо беруге рұқсат, жаңағы келісім бергеніңіз үшін алғысымды білдіремін десеңіздер, ана кісілер де мынау рас мынандай кісі екен, қой мына кісіні тыңдайық, не айтады екен деп уже интересно, біз сондай партнер болуымыз керек. Келесі, холодный контактпен жұмыс жасай алу. Негізі бұл нәрсе де өте керек нәрсе. Танымайтын адамдарға да бара білу. Мен біздің командамызда Күнсұлхан бүгін қосылмапты, Күнсұлханым негізі холодный контактпен жұмыс жасап жүр, офистің маңайында жүреді, адамдарға айтады. Ол да бір өзінше жақсы нәрсе, өйткені кезінде солай мен де жұмыс жасам. Ол да бір, ол несімен жақсы. Ол енді айтады ғой, теплый контакт, таныстар мысалға бітіп қалуы да мүмкін, бірақ біз енді жаңағы мен айтқандай дублицировать етіп 4 адам әрған етсеңіздер, негізі жұмыс бітпейді де. Бірақ мысалға біз әрбір уақыт
уақытымызды тиімді пайдалануымыз керек, иә. Біз тойға бара жатамыз, асқа бара жатамыз, жаңа бір какой-то жұмыстарымызбен бара жатамыз. Егер үкіметте жұмыс жасасаңыздар, таңертең кешке мысалы қоғамдық орындарда, қоғамдық жаңағы автобус көліктерге мінулеріңіз мүмкін деген сияқты. Міне осындай уақыттың өзінде де просто емес, барынша уақытты тиімді қолдануға. Ол жерде де аяғы қақсап отырған, басы нетіп отырған, тізесі сырқырап отырған адамдар бар, иә. Біздің өнім арқылы касание жасап па, жайлап бір немене тауып алуларыңызға болады. Мысалға менде осыдан 3 күн бұрын ба, мен де желательно солай қоғамдық неде жүргенді жақсы көремін негізі ше. Жанымда бір апа отырған, апамен сөйлесем деп 2 остановка өтіп кетіп мысалы ше. Келесі ол бізде интернет арқылы жұмыстану, иә. Интернет дегеніңіз енді қазіргі әлеуметтік желінің бүкіл барлығы. Сіз қай жағынан мықты болсаңыз, бәр жағынан мықты болсаңыз, онда вообще керемет, иә. Яғни бізде мысалға бар ғой, даже мықты кейбір нелер бар, сетевиктер бар, жалпы командасы бар сетевиктер бар. Инстаграмна барсаң дым жоқ та, вообще. Как будто инстаграмна барсаң, ана кісіні сетевик деп ойламайсың. Бір ғана пост салып қойған, оның өзі 23 жылы январ айында болды, сонымен тұрған сондай адамдар бар да. Сондықтан біз интернетте тоже мынау енді біздің заманның бір керемет бір инструменті болып тұр ғой. Неге біз сол инструментті дұрыс қолданбаймыз барынша, иә? Ол енді бір күнде ғана болады. Мысалы, қазір барып инстаграмды ашып бастасаңыздар, ертең жемісін береді, ертең бірдеңені прям сол жақтан топырлап адам келеді деп әрине өтірік айта алмаймын, бірақ ол да бір эффект накопительный, жұмыс жасайды ол да. Бүгін болмаса да сіз бүгін ғана істеп, ертең сетевойдан кетейін деп жатқан жоқсыз ғой. Сіздің жаңағы бұл жерде мақсатыңыз айқын, сіз кәдімгідей ұзақ қашықтыққа бара жатқан жаңағы адамсыз, иә. Ұзақ жүремін деп, тұрақты түрде бір бизнесте, осы бір Pandora Vita енді ғана ашылды. Pandорамен бірге біраз уақыт осы бір тұрақты түрде, тұрақты компаниямен жұмыстанайын, тұрақты табыс табайын деп келдіңіздер ғой, иә. Сондықтан әлеуметтік желілердің барлығына шығуға мен сіздерге кеңес беремін. Инстаграм страничкаларыңызды ашып, нетіп болса жүргізіп ары қарай деген сияқты, иә. Тикток қазір өте керемет, иә. Барынша тиктокта да жүргізуге ниетіңіздер. Просто так телевизор көрумен де уақыт өтіп кетеді. Мен өз телевизор көрмегелі 22 жыл болды ше. Мен вообще телевизор қарамаймын. Даже мен сенесіздер ма, телевизор қалай білем қалай қосылатынын, бірақ ары қарай көп нәрселерін уже түсінбеймін. Шыны керек, вот прям күлсеңіздер, күліңіздер, сондай. Просто бір неге барған кезде, бір осындай бір сабаққа барған кезде бір тренер айтты да, 22 жыл бұрын. Телевизор придумали богатые, чтобы их смотрели бедные деді маған болғанда аудиторияға. Сол нәрсені жазып алдым да, содан бері мен телевизор қарамаймын. Если это придумали богатые, чтобы смотрели бедные, мен ол қатарға жатпаймын деп. Бірақ ол нәрседе маған көп бір плюсім бер. Неге десеңіздер, көп нәрсемен басым қатпайды. Біріншіден, екіншіден, ол да бір телевизор көретін бос уақытты мен барынша өзіме керекті пайдалы іспен айналысам. Жалпы негізі, енді мен сіздерге телевизор вообще көрме деп айтпаймын, иә. Бірақ аптасына бір рет, я болмаса 2 аптада бір рет хотя бы комедийный кино көріңіздер, иә. Өзімнің көрмегеніме біраз көп болды. Имамның айтқанын істеген істеме дейді ғой, тура сондай болып қалды менде бұл жолы. Біраз болды комедийный кино көрмегеніме. Бірақ оны көріп тұруымыз керек, өйткені бізде жаңа позитивный настрой, ол кәдімгідей әсер етеді адамға ше. Осындай. Сондықтан да сіздерге айтарым, интернет арқылы жұмыстанып тоже бастаңыздар. Иә. Жаңағы енді уақытымызда болып қалды, иә. Сіздер негізі жаңағы айтқанымды міндетті түрде істеңіздер, просто далада қалып қалмасын. Прям ана ниеттеніп тұрып жасаңыздар. Списокты кім бұрын осы уақытқа дейін осылай жасамады, осылай жасап, бүгін тем более сіздерде прям классный повод бар. Ана Құрбан айтты құттықтап, мысалы сіздер қазір ойлауыңыз мүмкін, ана бәленшекке деген туысқа шықпағалы біраз болыпты деп, қалай ана жаңағы бір мостик жасап алсам деп ойлауларыңыз мүмкін. Мостикті сіздерге Құрбан айт жасап береді. Ой, сәлем, қалың қалай, Құрбан айттың құтты болсын деп бастаңыз, үйтіп, сен білесің ба деп, білмеймін, звондаңыздар. Негізі звондаған тегіз жақсы. Звондаңыздар міндетті түрде, ары қарай осылай айтып, егер арасынан бір адам тіркейтін болсаңыздар, ертең міндетті түрде маған айтыңыздар. Жаңа негізі неде жаздыңыздар ғой, мои деньги лежат на кончике моего языка деп жаздыңыздар, иә?
Мои большие деньги лежат на сцене деп жазыңыздар. Енді мои большие деньги лежат на сцене. Ол мен үнемі айтам, иә, сцена дегеніңіз ол бір керемет қой, адамға бір керемет. Сцена негізі қорқыныш, иә, қорқатын адамдар бар. Ол сцена деген анау сіз ана кәдімгі сценаны ғана айтып жатқан жоқпын. Онлайнның өзінің сахнасы да бар, иә, ол кәдімгі чаттағы жұмыстар, чаттағы обучениелер, чаттағы командалық жүйені қалыптастыру, иә, оның өзіне қорқатын адамдар бар. Ол жаңағы әлеуметтік жүйені қолдану, ол жерде прямой эфир жүргізу, ол міне осындай утренний зарядкаларға шығу, ол кешкі вебинарларға шығу, ол жаңағы өзіңді көрсетіп, сторис, статустар түсіру, бұның барлығы сахна деп есептеледі, иә. Сондықтан үлкен ақша тапқыларыңыз келсе, сахнаға шығыңыздар. Сахна әрине қорқынышты, даже айтады ғой, сахнаның қорқынышы өлімнен кейінгі екінші қорқыныш деген де бір сөз бар, иә. Ол да сөз тоже көп адамдар қорқады, ондай бар, бірақ мен үнемі айтам, иә, где страх, там мои состояния. Где страх, там моя сила. Осы сөздерді жазып алыңыздар. Неге ол ана блокнотыңызды ашқан кезде сізге тоже бір күш қуат береді. Иә, қорқыныш бар, қорқыныш болады, бірақ қорқынышты біз өлтіруіміз керек. Қай кезде өлтіреміз? Қай кезде ол өледі? Біз сол қорқыныштың барып үстінен басқан кезде. Өздеріңізде болады ғой, мысалға бір нәрсені қорқып тұр, бірақ жасаған кезде қандай кайф, прям күшті болып қаласыздар, иә? Бұл қорқыныш вообще олардан да керемет кайф беретін қорқыныш. Сондықтан максимально соны жасаңыздар. Біздің арамызда Жұлдыз ханым бар ма? Жұлдыз ханым жаңа бір кіріп еді, шығып қалды, иә? Жұлдыз ханым мысалға өткенде марафоннан біздің нешінші орын алды? Екінші орын алды, иә? айпад алды ғой, наушник алды, иә? Сол кісі вообще, ол кісі қарапайым, кәдімгі ұстаз, бәленбай жыл мектепте сабақ беріп жатқан не ғой, мұғалім ғой. Маған ешқандай тиктоктың қай жағынан кіруді білмеген ғой. Бірақ ана марафонның күшімен енді айфон кішкене ол кісіге не берген ғой, топлива берген ғой. Сол топливаның күшімен жаңа марафон бастап кетеді ғой. Бір жаңа ол кісі сөз де естіді, енді андай ғой, просто тупо бастап кеткенде, ол бір өте үлкен не, жаңағы молодец деп айтар едім, иә, ештеңе қарамай. Сонда даже бір нелерінде не де алды, жаңағы хейтерлер бар ғой, енді сен дұрыс сөйлемей отырсың деген сияқты. Даже өзіміздің командамыздағы бір адам сөйтіп сөйледі, енді ондай болады әрине да. Ол адамның да шалалығы, білімінің енді әлі бұл системаға толық кіре алмай жатқан адам ғой, солай сөйлеп тұрған адам. И бір жақсы жері, ана Жұлдыз ханым ренжіген жоқ. Ана кісі чатқа келіп бірақ айтты енді бір ауыз, сіз енді осы чатта отырған адам екенсіз, жаңа жақта сөйтіп сөйледіңіз, сіз енді бір команда болғаннан кейін мені наоборот қолдамайсыз ба деп жатыр да. Сондықтан сіздерге айтарым, сахнамызға шығуымыз керек. Біздің барлығымыздың жұмысымыз максимально жаңағы бір ғана, әрине әр адамның өзінің жұмыс жасау стилі болады да. Біреу онлайн дамықты, біреу айтады айналайын онлайн түсінбеймін, мен офлайнда мықтымын дейді. Біреу айтады мен только жаңағы звонокта мықтымын. Біреу мысалға только адам шақыруға мықты, но ары қарай ол адаммен жұмыс жасауды вообще білмейді. Біреу даже адамдар болады, маркетингті вообще білмейді, но на эмоциях тарсылдатып адам шақыра береді. Біреу тупо өніммен істейді деген сияқты. Сондықтан әр адамның әрине өзінің бір жұмыс жасау несі бар. Бұл жерде де өзінің жұмыс жасайтын қай жерде қалай комфортно біледі. Негізі солай жасай беріңіздер. Если ол сіздерге максимально бір эффект, максимально бір тиімділік, нәтижеде күшті болып тұрса, жасай беріңіздер, иә. Бірақ біз максимально не істеуіміз керек? Біз жан-жақты болуымыз керек. Жаңағы айтылған бүкіл инструменттерді максимально қолдануымыз керек, мықтылар. Болды, вроде бүгіндікке айтарым сіздерге. Бірақ күшті бір анекдот айтайыншы, айтпақшы, иә. Біздің жұмысымыз осылай ғой, жаңа мои деньги лежат на кончике моего языка дедік қой. Сол тіліңізді деген сөз енді аузыңызды көбірек ашып, максимально айта беру ғой, иә. Жаңағы даже шариғатта да сөз бар ғой, азаннан кешке дейін нені пікірлесең, соған жетесің деген күшті сөз бар да. Яғни азаннан кешке дейін нені айтасың? Мысалға, имам болса, ол күнделікті жаңағы 5 парызыңызды айтады, ананы айтады, мынаны айтады, ол кемінде бір адамды бір күнде намазға жығады бәрібір де. Ну енді, оның ниеті сондай да, оның ісі сондай, былай айтқанда. Біздің жұмысымыз не? Біздің жұмыс, сен қай компанияға бар, қайда барсаң да состоит только в одном. Адам шақыру болды,
адам шақыру да. Енді адам шақыру барысында әрине неше түрлі ситуациялар болады. Соған қатысты бір анекдот айтайын сіздерге. Жаңа бір поезда бір сетевик мінген ғой. Сосын әлгі сетевик енді не ғой, просто так отырмайды ғой, білесіздер ғой, настоящий сетевик поезда просто так отырмайды, ол обязательно поезды басынан аяғына дейін бір айналып шығады ғой. Анау бүкіл ненің бәрінің сол жерде тұрған барлық нелерге кіріп шыққан ғой, жаңағы не дейді, ана адамдар отырған нелердің кабинкалардың барлығына кіріп шыққан. Сосын кейін жаңағы өзінің несіне кірмей ма, өзінің не дейді, құдай ау не деуші еді мынаның аты, пойызға отырмағалы қай заман. В общем, өзінің жаңағы несіне кіреді ғой, ашып, купе, ой, рахмет Айшатай, купесіне ашып кірсе, ішінде екі адам отыр дейді, екеуі сөз таластырып отыр екен дейді. Бірі осындай діни адам, пірдар дей ма, екіншісі дипломат екен. Сосын кейін екеуінің сөзін тыңдаса, екеуі кім мықты деп спорт етіп отыр екен де, жаңағы діни адам айтады екен, ой, мен деген күштімін, конечно, мен бүкіл діни тұрғыдан мен барлығын білем, мен сауатты адам жоқ, мен мощныймын, андай мұндаймын деп жаңағы өзінің күштілігін айтып жатса, ана екінші тұрған дипломат айтады екен, конечно, мен күштімін, мен мықтымын, хочу мен екі елді татуластырамын, хочу вообще екі елдің арасына іріткі салам да екеуін соғыс ашып жіберемін деп айтады екен де. Сөйтсе анау аузын ашып қарап тұрып айтады екен, тоқтай тұрыңдаршы, сен екеуіңнен де мен күштімін, надо будет мен құдайдың өзімін деп айтқан екен де жаңағы сетейік. Сөйтсе Анекеу аузын ашып, қалай сен құдайсың десе, жүріңдерші, мен сендерге сразу оны доказать етіп берем деп айтады екен. Содан жаңа екеуін алып алдындағы барған бір купенің есігін қайтадан қаққан ғой. Есікті қақса, бір әйел есікті ашып айтады дейді, ой құдай, тағы да сенсің ба депті ше. Сөйтсе Анекеу жаңағы отырған жерінен тұра алмай қапты дейді ғой, мә, рас құдай екенсің деп. Сол айтпақшы, біздің жұмысымыз осындай, құрметті команда. Біздің жұмысымыз өте қызық. Бірақ не істеуіміз керек? Табандылықпен жаңағындай керемет қасиеттерді бойымызға алып, максимально тұрақты түрде соңына дейін бірге жұмыстануымыз керек. Жақсы, олай болса ертеңге дейін сіздермен жақсы күнде жолыққанша дейін, бірақ жаңа тапсырманы орындап келіңіздер, хорошо, вообще онда керемет болады. Командаларыңызға да айтыңыздар, осындай тапсырма берілді, ертең орындайық, зато сыйлық аламыз деп. Бәріңіз орындап, мен бүкіл сыйлық алып қиналып қалып жүрмейін де қояды дейді. Жақсы, сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін.